Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен Көкестан достар. Бүгін біз сіздермен бірге кереметте бір Руба деген антеннаға обзор жасайтын боламыз. Достар, бұл антенна не үшін арналған, ең алдымен соны айта кетейін. Бұл дегеніміз мынандай 4G роутерлерге, яғни мынандай сим-картамен жасайтын роутерлері болады. Солардың сетін жақсарту үшін, солардың сапасын жақсартуға арналған антенна. Бүгін біз осындай антеннаны алдық. Бағасы 33 мың теңге тұрады. Енді бүгін сіздермен бірге ашып көретін боламыз, тексеріп барлығын көреміз. Ол мінекей осындай бір коробкада келеді. Руба компаниясының антеннасы. Так, ал енді достар, бұны біз сіздермен бірге ашамыз. Мінекей осындай коробкада. Ішінде осындай өзінің қағаздары, білмеймін бұлар не қолданбағанын. Мынау чек менің алған. Бағасы 33.100 теңге тұрады. Және де қолдану инструкциясы, қағазы, және де өзінің, яғни орнатуға арналған темір терсектері. Мінекей осындай крепление, сондай нәрселер. Емес. Және де достар, бізге екі кабель берілген. Бұл кабель екі түрлі. Біріншісі мынандай радионмен, яғни Wi-Fi-ларыңызда осындай болса, осындай радионмен, ал екіншісі мынандай кішкентай бұрайтынмен. Бізге керек осы кабель, себебі біздің мынандай Wi-Fi-мызға дәл осы кабель келеді. Жақсы, ары қарай ашайық. Так, біздің енді главный антеннамыз осындай екі немен қапталған. Штоға ешқандай царапина түспешін. Болды. Коробкамыздар қарай ештеңе жоқ. Коробкамыздарға қойып тұрайық. Және де біздің антеннамыз Руба деген антенна осындай болады. Пластиктан жасалған. Арты осындай. Аяғы темір ма? Түсінбедім. Және де мынау 4 жерден ашылған. Бұл Mimo деген Mimo деген антеннаның техникасымен жасалған. Өте жақсы. Барлығы мақтап жатады осында. Және де осында екі жерде антенна тағатын жері бар. Яғни біздің кабельдеріміз кіретін жер. Екі түрлі радион. Жақсы, түсінікті. Енді мұна ерде менде сөз түсінікті. Екеуі де бірдей радио екен, достар. Екеуі де бірдей радио. Мен қателесіппін. Мінекей қараңыздар, бір жағы мынандай болса, екінші жағы мынандай. Екеуі де бірдей. Мынаны біз мынаған қосамыз. Руба деген антеннамыздың артына жалғаймыз. Мына жерге қосып. Осы жерге қосылады. Және де антеннаның ұзындығы 5 метр, екеуі де 5 метрден келеді. Біреу антеннаға қосылады, осы бұл сыртта тұрады. Ал мынау ішке кіретін антенна, бұл біздің мынау роутерімізге кіреді. Бұл қалай кіреді, көрсете кетейін. Міне қараңыздар, мына жерде тағы бір радион бар. Соған мынау бүйтіп тығылып кіреді, бұралып. Және де бізде интернет жақсаруы керек. Ендеше достар, ең алдымен біз мынау модемімізді осы антеннасыз интернеттің скоростын көрейік, және де антеннаны қосып скоросты көрейік. Қалай болатынын сіздермен бірге көретін боламыз. Ал достар, мінекей біз общем шатырға шықтық. Қазір барлық заттарымызды алып шықтық. Біз қазір осы бір антеннамызды ең төбеге орнататын боламыз. Так, Huawei'ге қосылдық. Так, қазір көрейік біз интернет қаншалықты тартады. Так, поиск выбирать, теле 2 дейді. Начать көрейік. Скорсы қаншаға дейін барады екен. Без антеннасыз, яғни антеннасыз скорсы қаншаға барады. Алтта 72 скорс. Яғни скачать ету енді біз жіберуіміз үшін, загрузить етуіміз үшін бір жерге файлды. Вообще скорс жоқ. 0 болып тұр. Пинг 62 ойнаған кезде. Бұл әрине телефонмен ойнауға жақсы. Вот. 0.17 вообще тартпай жатыр. Ендеше қазір біз антеннамызды қосып тексеріп көретін боламыз.
Достар, мінекей біз антеннамызды қойдық, орнаттық, мына елден алдық. Біз жаңа мына елдің үстіне орнатамыз деп ойлағанбыз, бірақ та болмады. Осы жерге орнаттық, яғни үйдің осындай іргесіне, және де вишка бізден ана жақта сояқтан бізге сигнал келеді. Орнаттық, және де бізде ортасында тұр. Артындағы сымын көрсете кетейін. Ортасында, яғни тік бағыттағы платадан сет алып жатыр. Модеміміз жерде, барлығын қостық. Қазір бірге скорсын тексереміз. Маған бұл скорс өте қатты ұнады, себебі біздің ауыл үшін бұл өте жақсы нәтиже. Кеттік ендеше. Так, подключение жатыр. Скорс кетті. Достар, қаналдасайшы 17-18 мегабит секунд келеді. Алтелдан сигнал келіп жатыр. Осын ұсталдық. Пинг 37 мегабит секундына. Өте керемет. Ал загрузить болса, яғни загрузить ету бізге бір жерге файлды загрузить ететін болсақ, мысалы, онда когда как ойнап тұр бұл загрузить дегеніміз. Ал біздің скачать етуіміз 18-ден түспей жатыр. Қазір енді достар, бұны мен құрып осы тігінен бағытта ғана тексеріп көріп жатырмын. Қазір көлденең бағытта қалай тартады, соны сіздермен бірге көретін боламыз. Біздің скоростың нәтижесі сондай болды. Қазір енді басқаша түрде көреміз. Ал достар, мінекей біз үстіне қостық. Wi-Fi-міз бәрі қосылып тұр. Енді проверить снова. Қазір көрейік қалай болады екен. Так, подключение жүріп жатыр. Әдемі, көреміз қазір қалай болатын. Пинг 25 достар. Керемет көрсеткіш. Бірақ та загрузить ету слабы 13 қана. Бұйықтыр жаңа 19 берген болатын, ал загрузить ше. Загрузить, как всегда, слабо. Все, достар, көріп бағанамызға осындай нәтиже берді тұр интернет бізге. Достар, бүгінге осы. Сіздермен болған Сығу кезден аса. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.